Сәлем достар, ертегілер еліне саяхат атты бағдарламамызға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге Ақшақар ертегісін оқып беретін боламын. Бірге тамашалайық. Ертеде шал мен кемпір болыпты. Олар тату-тәтті өмір сүріпті. Тұрмыстары да жақсы екен. Жалғыз қайғылары балаларының жоқтығы көрінеді. Осылай күн артынан күн өтіп, екеуі тұрып жатады. Міне, қылышынан сүйретіп, қыста жетеді. Жер бетін әппақ ұлпақ қар жауады. Қуанған балалар сыртқа шығып қармен атқыласып ойнайды, аққала жасайды. Бір перзентке зар болған шал мен кемпір терезеге қарап отырып, терең ойға батады. Ұзаққа созылған осы үнсіздікті кенет шал бұзады. Несі бар, кемпір, дейді шал жерден жеті қоян тапқандай. Жүр, біз де аулаға шығып, қардан өзімізге қыз жасап алайық. Кемпірі келсе кетеді. Екеуі жылдам киініп сыртқа шығады. Қардан өздеріне қыз жасауға кіріседі. Алдымен домалақтап денесін, басын жасайды. Содан кейін қолдарын, аяқтарын қалайды. Мынау мұрны, көздері, аузы, иегін келтіруді де ұмытпайды. Әне-міне дегенше қар қызы пайда болады. Шал мен кемпір өздері жасаған Ақшақарға қызыға қарайды. Міне ғажап, кенет қар қыздың еріндері қызыл шырайлана бастайды. Сиқырлы күштің әсерінен өне бойына жан біткен Ақшақар көзін ашып, жан жағына күлімсірей қарайды. Шал мен кемпірдің қуаныштарында шек жоқ. Қас-қағым сәтте бақытқа кенелген қариялар Ақшақар қыздарының үйге ертіп кіреді. Осылай олар енді үшеу болып тұрып жатады. Ақшақар күн санап емес сағат сайын өседі. Шашы қою әрі ұзын, әппақ сұлу бойжеткен болып шыға келеді. Өзі өте ақылды және пысық, қолынан келмейтіні жоқ. Шал мен кемпірдің қолғанаты, тек албыраған бетін ешқашан көрмейсің, үнемі боп-боз болып жүргені. Қыз кетіп көктемнің алғашқы күн сәулелері терезеден нұрын төгеді. Жер көгеріп құстар келеді. Адамдардың бәрі көңілді. Сары уайымға түскен Ақшақар ғана. Бұған алаңдаған қарттар: «Қызым, өзіңе не болған? Бір жерің ауыра ма? Кейінгі кезде көңілсіз жүрсің ғой», деп сұрайды. Сонда қыз: «Ештеңе де емес, алаңдамаңыздар, денім сау», дейді. Бірте-бірте соңғы қар да ериді. Шалғында гүлдер жайқалып өседі. Табиғат жадырап шыға келеді. Тамылжыда сайраған құстардың даусы даланы бейне бір тебірентіп тұрғандай. Ақшақар болса күннен күнге мұңлы, көп сөйлемейтін болып барады. Күн көзінен тығылып, көлеңке іздеп жүргені. Үстіндегі қалың киімдерін де шешпейді. Бірте бұршақтатып суық жаңбыр жауған еді. Бұған Ақшақардың қатты қуанбасы бар ма? Артынша күн шығып, бұршақтар еріп кетеді. Қуанышы ұзаққа созылмаған қыз ағасын жоғалтқан қарындастай өксіп жылап жібереді. Атасы мен апасы жұбаты бәлек. Олар да қыздарын ойлап сары уайымға түскен. Көктемнің соңын ала жаз да жетеді. Бір күні орманға жетек теруге шыққан қыздар: «Ақшақар, жүр, бізбен жетек теріп, өлең айтып, біраз серуендеп келеміз», деп шақырады. Ақшақардың күнге шыққысы жоқ, бірақ апасы: «Бара ғой қызым, бар, достарыңмен бірге болсаң көңілің көтерілер», деп көндіреді. Қыздар өлең айтып, орманға тез жетті. Жетек, гүл теріп мәз майрам болды. Бастарына әдемі гүлтәж тоқып киді.
Күн көзінен тығылып көңілсіз жүрген Ақшақар ғана өзеннің бойында өсіп тұрған ағаштың көлеңкесіне паналап отырды да қойды. Себеттер жидекке толды. Күн ұясына батар уақыт таяп қалды. Қыздар қураған ағаштың алаңқайға жинап от жақты. Содан соң осы лаулап жанған оттан бірінен кейін бірі секіріп ойнай бастады. Араларында Ақшақар ғана жоқ. Құрбылары қояр да қоймай оны қолынан тартып ортаға шақырады. Көп ұзамай кезек Қарғызға да жетті. Ол оттан секіріп өтпек еді, бірақ ыстық жалынның әсерінен буланып, кішкене бұлтқа айналып, көкке көтеріліп, көзден ғайып болады. Достары аң-таң: «Ау, ау, Ақшақар, Ақшақар!» деп айқайлап қызды іздей бастайды. Ақшақар жоқ. Қыздардың құлағына жеткен жалғыз дыбыс өз дауыстарының жаңғырығы ғана еді. Достар, осымен Ақшақар ертегісі де аяқталды. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Әрбір аптаның сәрсенбі күні жолыққанша аман болайық.